Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Бүгін біз сіздермен ағылшын тілін нөлден бастап үйрену сабақтары желісінің екінші сабағын өтетін боламыз. Екі әріптің басын қосып, қандай дауыс шығатынын, қалай оқу керек екенін толық меңгеретін боламыз. Ал егер дайын болсаңыздар, кеттік. Бірінші сабақтан кейін ағылшын алфавиті сіздердің миыларыңызда автоматты түрде сақталып тұруы қажет. Қазір мына таблицаға назар аударайық. Ең бірінші ретте бізде бүкіл ағылшын әріптері орналасқан, олардың саны 26. Екінші ретте, яғни называется деп тұрған жерде, біз транскрипция көріп тұрмыз. Бірінші сабақта транскрипцияны сіздер толық түсіну үшін мен оны қазақ тілінде жазған болатынмын. Енді транскрипцияның барлығын біз ағылшын тілінде оқып үйренеміз. Жалпы бұл транскрипциялар сіздер ағылшын әріптерін білетін болсаңыз, бірінші сабақтан кейін бұл сізге өте оңай болады. Кеттік, тағы да бір рет қайталап кетейік. Тек қана транскрипцияға назар аударыңыз. A, B дегенде қос нүктені көріп тұрған шығарсыз транскрипцияда. Бұл дегеніміз әріпті кішкене созып айтуымыз керек деген сөз. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ал енді кестедегі үшінші читается, яғни қалай оқылады дегенге мән берулеріңізді сұраймын. Мұнда біз тек қана дауыссыз дыбыстардың оқылуын жазып кеттім, себебі дауысты дыбыстардың оқылуы сан түрлі. Ең бірінші бізге дауыссыз дыбыстардың қалай оқылатыны керек. Менен кейін міндетті түрде қайталаңыз. Repeat after me. Менен кейін қайталаңыз. Б, Д, Ф, Х, К, Л, М, Н, П, Р. Жалпы ағылшын тілінде қазақ тіліндегідей Р әріпі айтылмайды. Мұнда тіліңізді таңдайыңызға қойып Р деген дауысты шығарасыз. Ол дауысты дұрыстап айту үшін мына сөзбен репетиция жасасаңыз болады. Қазақ тілінде жиі қолданылатын сөз рэп. Қазақ тілінде біз оны рэп деп айтамыз. Ал ағылшын тілінде айту үшін тіліңізді таңдайыңызға қойып рэп деп айтамыз. Келесі әріп бізде С, Т, В. Мұнда өзгеше болып оқылатын тек қана Р әріпі. Қалғандарының барлығы сіздерге ешқандай қиындық туғызбауы қажет. Қазақ тіліндегідей ағылшын тілінде де буын түсінігі бар. Біз оны екіге бөлеміз. Бірінші түрі ашық. Егер буынымыз дауысты дыбыспен аяқталатын болса, онда ол ашық буын деп есептелінеді. Мысалы, қалам деген сөзді алып көрейік. Қалам дегендегі қа бірінші буын, бұл бізде ашық буын болып есептелінеді. Себебі қ дауыссыз, а дауысты. Ал екінші түрі бізде жабық. Дауыссыз дыбыспен аяқталынатын буынды біз жабық буын деп атаймыз. Лам деген бізде екі жағында да дауыссыз дыбыс болып қоршалып тұр, сондықтан бұл
жабық буын болып есептелінеді. Бүгінгі сабақта сіздер тек қана екі ережені толық жаттап алуларыңыз қажет. Бірінші ереже сөздің соңындағы и әрпі оқылмайды. Екінші ереже ашық буындағы дауысты дыбыстар алфавит бойынша оқылады. Ал қандай бізде дауысты дыбыстар бар? Дауысты дыбыстардың легі осындай, менен кейін қайталаңыз. A, I, O, U. Мысалы, take. Take деген сөздегі дауысты дыбыс бізде A, ал ереже бойынша ашық буындағы дауысты дыбыстар алфавит бойынша оқылады. Ал бірінші ереже бойынша сөздің соңындағы и әрпі оқылмайды. Сонда take. Келесі сөз Eve. Бағана айтып өткенімдей, транскрипциядағы қос нүкте сол әріптің кішкене созылып айтылуын білдіреді. Сол үшін Eve. Келесі сөз mile. No. Tube. Ал енді кішкене жаттығайық. A әрпі сөздерді оқыған кезде қалай оқылады? Бірінші сіз оқыңыз, екінші мен оқимын. Бірінші сөз bake. Fate. Late. Hate. Name. Келесі әріп I. Бағанағы ереже бойынша сөйлемнің соңындағы I әріпі оқылмайды. Бірақ егер сөз бір ғана ашық буыннан тұратын болса, ол әріпті біз оқимыз. Мысалы, be. Келесі сөзді оқыңыз, мен сізден кейін қайталаймын. Me. Pete. Eve. Steve. Келесі әріп I. Сіз бастап оқыңыз, мен сізден кейін қайталаймын. Dime. Kite. Like. 9. Pine. Oh. So. Vote. No. Whole. Home. You. Tube. Nude. Fume. Mute. Міндетті түрде сөздердің барлығын дауыстап айтып шығыңыздар. Іштеріңізден айтып отырған болсаңыздар, оның пайдасы кішкене азырақ болады. Сіздің тіліңіз жаттығу үшін міндетті түрде дауыстап, сыртқа шығарып айту міндетті. Home. Үй. Ал енді жаттығуымызды жалғастырайық. Сіз оқисыз, мен сізден кейін қайталаймын. Кеттік. Late. Hope. Fake. Tube. Dough. Lone. Be. Dope. Bake. File. Tone. Fuse. Осы сөзде кішкене ерекшелік бар, себебі S әріпі екі жақтан да дауысты дыбыстармен қоршалған. Сол үшін fuse емес, Z болып оқылып кетеді, яғни fuse. Келесі сөз bite. Save. Time.
Time дегеніміз уақыт. Ал енді темпімізді кішкене жылдамдатайық. Бірінші реттегі 3 сөзді тез оқып шығыңыз. Vain, bone, late. Nude, mope, dive. Lake, male. Lake, көл. Ал енді әр сөздің дұрыс транскрипциясын және аудармасын табыңыз. Time, home, lake. Міндетті түрде транскрипцияға мән беруді ұмытпаңыздар, себебі кез келген сөзді сіз словардан немесе белгілі бір сөздіктерден іздеген кезде ол сөздің қалай оқылуын білуіңіз қажет. Ал оның қалай оқылуы осы транскрипцияда белгіленеді. Уақыт өте келе бұл транскрипцияға сіздер тез үйреніп кететін боласыздар. Сабақты толық қорытындылай келе, бүгін біз сіздермен осы таблицаны толық меңгеріп шықтық. Мұндағы читается, яғни гласная, дауысты дыбыстар деп тұрған барлық әріптердің оқылу ретімен таныстық. Және осы ережені міндетті түрде естеріңізде сақтап алыңыздар. Сөздің соңындағы и әріпі оқылмайды және ашық буындағы дауысты дыбыстар алфавит бойынша оқылады. Келесі сабаққа өтпес бұрын осы сабақтың материалын толық меңгеріп алыңыз. Сол кезде сізде күшті результат болады. Сіздермен болған миссис Мадина. Сабақ ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Goodbye!